Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Alina News жобасының 3 маусымының қорытынды шығарылымы. Бұл жоба біз Alina Group компаниясының адамдары, бренді және маңызды оқиғалары туралы айтамыз. Alina Group қызметкерлері Велиховкадағы өрттің салдарын жоюға көмектесті. 23 шілдеде Alina Group карьерінің маңындағы Велиховка ауылын тұрғын үйден өттен өрт шықты. Өрт сөндірушілер келгенге дейін карьер қызметкерлері мен бас инженер қызметкерінің іс-сапарымен келген мамандары оқиға бейжай қарамай тұрғындарға мүліктері мен балалардың заттарын эвакуациялауға көмектесті. Сондай-ақ қорадан газ баллондарын алып шықты. Увидел дым, быстро среагировал, поехали, вытащил баллоны со двора, сарая. Бұл әрекет корпоративтік құндылықтардың ең алдымен нақты істерден көрінетінің жарқын үлесі. Велиховкалықтар, сіздер біздің қахармандарымыз. Alina Group'та жас таланттар бағдарламасы іске қосылды. Бұл компанияның кадрлік резервін жүйелі түрде дамытудың жаңа кезеңі. Бағдарлама 35 жасқа дейін болашағы зор қызметкерлері анықтап, оқыту практикалық тапсырмалар мен тәлімгерлік арқылы олардың кәсіби және көшбасшылық құзыретін дамытуға мүмкіндік береді. Саламатсыздар, менің есімім Ержан Құдабай. Мен жас таланттар тобына келу себебім біріншіден қызығушылықпен, екіншіден өзіме жаңа бір заттар үйренуге келдім. Бағдарлама Alina Group компаниясының 170 қызметкерін қамтиды. Ал 38 жас Alina қызметкерлері жас таланттар бағдарламасы аясында өз дамуын бастап кетті. Всем салам алейкум, на связи Бишкек. Наша команда готовится к финалу. Подготовка идет полным ходом, настрой боевой. Надеюсь, мы выиграем этот финал. Пусть победит сильнейший. Увидимся в сентябре. 19 қыркүйекте Алматыда Alina Group футболдан жыл сайынғы чемпионат финал өтеді. Биыл үздік атану үшін қызу матчтарда Ақтөбе, Семей, Тара және Бишкек командалары бақ сынайды. Ассалаумағалейкум. Алматы қаласында өтетін Alina Group футболына финалына Тарас командасы. 19 қыркүйекте финалистер қолдау көрсетуге және чемпиондар кубогының қай финалистік аттанатын бірге білуге шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Alina Group'ың кезекті турниріне Ақтөбе командасы тас түйін дайын. Біз әр ойынға тек жеңіс үшін шығамыз. Ойында батыстық мінезбен нағыз доп шеберлігін көрсетеміз. Кубок біздікі, алға Ақтөбе. 7 тамыз 2026 жылы Алматыда Қазақстандағы кәсіби герметиктер мен желімдік шешімдердің әлемдік бренді VTEC-тің ресми таныстырылымы мен тест-драйвы өтті. Бренд өнімдері әлемдік 70-тен астам елдерін ұсынған. Таныстырылымға Alina Group'тың негізгі серіктестері мен делелері қатысты. Ал таныстырылымның арнайы қонағы VTEC бас директоры Чон Чжелен болды. Осы жылдың қазан айында Alina News'тың 4 маусымында көріскенше. Бізбен бірге болыңыздар және Alina News пен бірге жақсы жаңалықтар хабардар болыңыздар. Болды ма?